қарым-қатынас жаңа бастадым. Қарым деген сөзді біз ұмытып кетіп отырмыз. Қарым деген сөзді. Кейінгі кезде мына бизнес әлемі болғандықтан біз қатынастамыз, біз тілдесудеміз де. Қарым деген сөздің, ол сөздің, тоғыз сөздің тобықтай түйінін түсінбей жатырмыз. Қарым деген сөзін талдасақ, міне, қ деген құдайым. Қарым деген сөзде ар деген сөз бар. Арың таза болсын. Ол сен адамның баға бергенінде емес, өзіңнің арыңда. Сенің арың қардай болсын дейді. Қардай болсын дейді. Қарым. Қарым деген сөзде ым деген сөз бар. Ымды түсінбеген, дымды түсінбейді деген сөз бар. Міне, Содан кейін, қарымнан кейін, мына дефис тұр. Дефис деген, ол деген қыл көпір деген сөз. Міне, егер сен қарым, өзіңнің Құдайдан келген арың дұрыс болса, қардай ниетіңмен айтсаң, ымды түсінсең, сол кезде қатынасқа кіре аласың. Дұрыс қатынас болады. Ал біз қарымды тастап қатынасқа келген кезде, қатынас сөзін талдап көрейік. Қ деген құдайым. Қатынас дегенде ат деген сөз бар. Ат деген ол еркіндікті білгізеді. То есть, міне, еркіндігін алып, маған оқытып отырған адамдар бар. Өзінің субъективті көзқарасынан. Еркіндік. Міне, еркіндік, азаттық, сананың дамуының алдынан келсе, ол қиратушы күш. Өзін қиратып жатыр. Ал егер еркіндік сананың дамуынан кейін келсе, менде еркіндік, міне, мысалы да, менікі сананың дамуынан кейін келіп тұр. Мен ешкімге доқ етпеймін, адамдарды сол болмысымен қабылдаймын. Қатынас, яғни қатынас, нас деген сөз тұр. Нас, нас. Егер біз нас деген адам деген сөз. Міне, адам топырақтан жаратылған. Адам жақсы бол, жаман бар, баратын жеріміз топырақ. Алланың нәсібі таусылған күні біз топырақ. Топырақ деген бір жағынан топырақ, екінші жағынан ол кір деген сөз. Кір. Адам өз нәпсісімен жүрген кезде, өз ойымен, міне, өз қалауын айтқысы келіп, өз қалауымен жүрген жандарды Абай Құнанбаев